Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар. Біз қазір Бозарық, Алтын Орда. Біздің клиника осы жерде жайғасқан, клиника Абдуалиев. Это профессор Абдуалиев. Бүгінгі біздің темамыз шай туралы болады. Шай. Енді баяғыда біздің бабушкамыз болар еді. Бабушкамыз үйіне барсақ, самауырды қойып қояр еді. Самауырды қойып шай демдер еді, барсаң шайды құйып бере беретін еді, шай о болмасын деп. Шай ішіп, қашан барсаң шай ішіп отырар еді да. Оказывается, шайды ішу керек екен адам. Суды көп ішу керек екен да. Енді шайды алатын болсақ, шайдың өзі, оның специальный методикалар бар екен. Қытайда чайный церемония деген болар екен. Біз барғанда көргенбіз, специально отырып шайдың церемониясы болады. Шайды ішудің жолдары, дайындауы, түрлері өте көп екен. Так, соның үшін шайдың өзі даже если самауырға қайнаған шай, оказывается, ең шырын шай болар екен. Дәм басқаша болар екен. Газыңызге қайнатқан шайыңыз совсем по-другому оказывается будет. Енді соның үшін шайдың тоже түрлері бар екен. Так, енді ес көк шай, бізде ішетін ес қара шай. Так, еще енді шөп дәрілермен көп ішетін адамдар бар ғой. Енді аслында көк шай мен қара шай туралы біз сөйлесеміз. Бұның өте маңызы көп бұл жерде. Көк шай мен қара шайдың разницасы қалай? Біз айттық, Ибн Сина, біз қазір соның методикасымен емдейміз. Ибн Сина бойынша 4 қағидасы бар. Бірінші Аллаға сену, екінші мижаз теориясы, үшінші салауатты тұрмыс салты, төртінші духовный состояниясы. Енді бұл жерде шай туралы сөйлегенде мижаз деген теорияға тоқталып өту керек, потому что көк шай менен қара шайдың оказывается екеуінің разницасы бар екен. Көк шай суық болар екен, қара шай ыстық болар екен. Ыстық суық деген не? Бұл ыстық суық дегені ол бүйтіп қолға тигізгенде емес. Мысалы, екеуінің температурасы бірдей болса да, 20 градус көк шай, 20 градус қара шай іштіңіз, бірақ екеуінің әсері адамға екі түрлі болар екен. Бірінші, көк шай адамның денесін суытар екен. Егер де кімнің ішінде ыстығы көп болатын болса, адамдардың да тоже мижазы 4-ке бөлдік біз. Біреудің ішінде ыстығы көп болады, біреудің ішінде суы көп болады. Кімнің ішінде ыстығы көп болатын болса, ол көк шай ішу керек обязательно. Көк шай ішсе оның жаны кіре бастайды, дәвлене түседі, қан сұйылады. Енді көк шайдың мижазы суық болған үшін ол обязательно қан сұйылтырады, дәвленені түсіреді, холестеринді түсіреді, и мочегонный действует. Сол үшін көк шайды обязательно ішу керек, ачы қылып ішсе болады. Біз Самарқанға барғанда бір күні көрдік, олар жаздың күні жаңағы қойдың майынан пловды жеп алар екен да, арқасынан көк шай тұрар екен. Ана плов ыстық, ана көк шай басып кетіп қалар екен. Так, енді бізде қазақта тоже церемония өте үлкен, шайды ішу. Бізде қалай ішеді? Шайға сүт салып ішеді, тұз салып ішеді. Так, енді оның нелері көп, түрлі жолдары көп. Так, шайды адам көп ішу керек екен. Желательно адам ішкен кезде ыстық ішу керек екен, ыстық, когда теплом виде. Енді бір күнде өзі ішудің нормасы 1 литрден аз болмау керек екен, 2 литрге шейін ішу керек екен. Ана күн бізге біреу кепті, іші қатып қалар екен да. Оказывается, бір күнде 1,5 литрден аз көп су ішпейді екен ол. Суды 1,5 литрге шығардық, күнде іші келетін болды жаңа адамның. Соның үшін сұйықтықтың объемы әрқашан болу керек. 1 литр, 1,5 литр, 2 литрге шейін болу керек. Жаздың күні одан да көбейіп кетуі мүмкін. Так, шайды ішсе, мысалы үшін сіз жаздың күні егер шөлдесеңіз, біреулер суды іше береді, сусыны қанбайды, қарны көп кетеді бүйтіп. Сол кезде наоборот, сіз ыстық шай ішсеңіз, сусыныңыз қанар екен. Әдетте көк шай болу керек та, көк шай. Соның үшін қара шай. Егер кімнің дәвленесі төмен болатын болса, шайды ачы қылып ішетін болса, сразу дәвленесі көтереді. Енді шайдан чифир деген нәрсе бар. Білсеңіз, естіген болсаңыздар, чифир шайды әбден қайнатады. Қайнағаннан кейін қайнап, ол чифирге айналады. Чифир дегені адам ішкенде адамға кайф берер екен. Ол немножко настроениені көтереді, как наркотик действует, оказывается. Енді онда чифирлер көтпеу керек. Енді есть версия, егер қара шайды адам көп ішетін болса, оказывается, анемияға әкеледі деген версия тоже есть. Соның үшін қара шайға чуть осторожно болу керек. Фактически алған кезде, значит, қара шайдың мижазы ыстық, кімнің суы көп болатын болса, ол обязательно қара шай ішу керек. Егер кімнің ішінде ыстығы болса, ол обязательно көк шай ішу керек. Ыстыққа не кіреді? Кімнің дәвленесі болса, кім ыстыққа шыдамайтын болса, кім сусынға қанбайтын болса, олардың бәрі көк шай ішсе жаны кіреді. Так, көк шайды ачы қылып ішетін болса, еще жаны кіреді. Енді кімнің ішінде суығы болса, көк шай ішіп болмайды. Егер кімде мысалы астма, жөтел, бронхиттер, көк шай ішу мүмкін емес. Көк шай ішсе сразу уже тамақ ауыру бастайды, жөтеле бастайды, там уже кетті. Олар наоборот қара шай ішу керек.
Sonuç için şайдың да мижазына қарап ішу керек, адам өзінің мижазына қарап ішу керек. Оның да ролы өте үлкен, шайдың ролы денсаулыққа. Көк шай әсіресе кімнің ішінде ыстығы көп болса пайдасы көп, ыстық шай кімнің ішінде суы көп болса пайда көп. Соның үшін адам мижазына қарап шайды ішу керек болады. Так, енді ауырмаңыздар. Әрбір ішіп жатқан тамағыңыз, ішіп жатқан суыңыз, ішіп жатқан шайыңыз это лекарство. Білмеңіздер. Бізде ойлаймыз, тек қана ішіп жатқан таблеткамыз, алып жатқан капельницамыз деп. Ондай емес. Әр ішіп жатқан тамағыңыз это лекарство. Егер сіз тамақты мижаздың үстінде ажыратып ішпесеңіз, ертең лекарствоның құлы боласыз ғой, былай айтқан кезде. Лекарствоны ертең тамақ орнында жейтін боласыз. Соның үшін әрбір неге қазір жеп жатқан тамақтарыңызға, шайыңызға, сусындарыңызға лекарство ретінде қарау керек. Сондай қарамасаңыз, ертең сіз лекарствоны тамақ ретінде жейсіз да. Ана күн бізге біреу кепті, бір қосуыз лекарство, азанда ішем дейді, 10-12 таблетка, әбітте ішем 10-12 таблетка, кешқұрын ішем сондай количество дейді. Уже соған жетіп барғанда уже енді өмір бақи доктордан шықпайды екен. Операциядан операция неден. Ең қызығы жүрегіне операция қылғаннан кейін барып бір күлікте қызы бар екен, қызының үйіне барып 10 күн саумал ішкен ғой. После операция жүректен кейін 10 күн саумал ішкен. Саумалы ең ыстық нәрсе. Біліп алыңыздар. Бізде қазір мода екен, көктемде шығып бір күлікке барып саумал ішу. Так, егер кімнің ішінде ыстығы көп болса, саумалы қиратады, біліп алыңыздар. Ол сұстатының бәрі ыстық та. Соның үшін бәрі ішіп жатқан, жеп жатқан тамақтың бәрі лекарство. Біз жайлап айтып бара береміз дедік, бұл өзіміздің әрбір передачамызда. Қайсы тамақтың қандай мижазы бар, қайсы шөптің қандай мижазы бар, сол туралы жайлап айтып бара береміз. Бұл халыққа өте пайдасы үлкен. Бізде халықта қазір бұл туралы информация жоқ почти. Біз тамақты жейміз бе, ненің қандай мижаз екенін, ол тамақ сізге тура келе ме, келмей ме, оны адамдар білмейді. Как попало, мысалы үйінде болсақ, нені пісіріп келеді, соны ұра береді. Сұраймыз ғой, бірінші келгенде бізден сұрайтын сұрауым, не тамақ жейсіз деп сұраймын ғой. Енді Алланың бұйырғанын жейміз дейді ғой. Алла не бұйырып жатыр? Бәрі бұйырып жатыр дейді. Жылқының еті бұйырып жатыр, көк шай, қара шай бұйырып жатыр, бәрі бұйырып жатыр дейді ғой. Так, соның үшін және біреулер бар, шайға көп нәрсе қосады ғой бұлар. Біреу лимон қосады, біреу ноғат қосады, біреу әсел қосады, оның бәрі рецепттері өзгеріп кете береді дейді. Бірақ фактически ең алған кезде біліп алыңыздар, көк шай это суық, қара шай это ыстық, мижаз. Очень маңызы үлкен бұның. Соған қарап тұрып адам өзінің мижазын есептеп бұны ішу керек. Егер денсаулық қалайтын болсаңыздар, әр нәрсенің тамақтың мижазын білу керек, өзіңіздің мижазыңызды білу керек. Біздің центрге келсеңіздер, біз обязательно тамырдан ұстап диагноз қоямыз. Мен өзім қоямын. Адамның мижазын анықтаймыз. Соған қарап біз кетіп жатқанда, адамды емдеп болғаннан кейін кетіп жатқанда, біз оларға сортировка қылып береміз. Шайдың қандайын ішу керек, тамақтың қандайын жеу керек. Мижазға қарап жүрсеңіз, сіз уже лекарствоны аз қабылдай бастайсыз. Бізде қазір ең аурулардың көбейіп кеткенде, қан қою көбейіп кетіп қалды, жировой гепатоз көбейіп кетті, давление көбейіп кетті, оның арқасында инсульт, инфаркт көбейіп кетті. Бұның бәрінің арқасында тұрған себеп бірінші тамақ бірінші ролда тұр. Тамақ, айналайындар, біздің жеп жатқан тамағымыз бірінші ролда тұр. Соның үшін ауырмаңыздар, барлықтарыңызға денсаулық тілейміз. Сау болыңыздар. Рахмет.